Жылой ауданы Құлсары қаласы Исатай Тайманов көшесінде мынандай үйлер бар. Оларға ұсынысқа кеткен дейді, бірақ қолдарына документ бермеген, құжат берілмеген. Мына жерде мінекей 2 үй бар. Мынау 2 үй, да? Ана жақта 2 үй ғой, да? 4 үй, общий 6 үй. Общий 6 үй бар. Іші енді мүмкін емес тұруға, бірақ тұрып жатыр, амалсыздан үйлер жоқ болғаннан, соған бүгін халық жиналып шақырған болатын. Мына жерде Дәурен жүр, тиктокқа түсіріп, мен фейсбукқа түсіріп жатырмын. Халық біз шақырғаннан кейін келдік. Оның бәрі ұсынысқа кетіп тұрып, қалайша кейінге қалғаны белгісіз. Қолдарына құжат бермеген, бірақ копиясын түсіріп алған телефондарында тұр. Мына жақта Дәуренде түсіріп жатыр. Бұл Құлсарыға кіре берісте Исатай Тайманов көшесі. Мынау осы жігіттер қай жылға ұмытпасам 79 ба? 82, 83-те берілген уақыты ма? Кеше нені аша қойш? Ана құжатты аша қойш? Қазір құжаттарын көрсетейік. Мына жерде құжаттар қолдарында жоқ. Мына жерде балабақша бар. Мынандай енді, мынандай жағдайда оның ішін тіпті көруде подъездері мүмкін емес. Қазір көрсетерім соңында. Қазір документін көрсетуге. Аштың да? Міне. Техническое заключение шыққан. Осы Исатай Тайманов көшесінде. Қолдарына құжат берілмеген, бірақ мен телефондарында бар. Қазір подъезді көрсетейік. Жарылып жатыр. Қаншама семья, осы жерде қаншайы былтыр да айтқан маған, келіңізші, қараңызшы. Алдыңғы жылы айтқан, енді судаға кетіп атқасын дейді атқан шығар, кіріп атқан шығар, кейіннен берер дегенбіз. Бірақ ешкім келмеген, ешкім қарамаған. Сосын уже біздерге шығып жатқан баяғы темір баспалдақтар. 45 жыл болған үй ғой. 45 жыл болған. Әбден тозығы жеткен. Осындай үй. 6 үй бар екен. 6 үйдің тұрғындары қазір жиналып жатыр. Бәрі өздерінің несін айтпақшы.